Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, әріптестер. Бүгінгі ата-аналар жиналысына арналған тренинг сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз өте маңызды, ауқымды тақырыпта болмақ. Тәрбиесіз берілген білім бұл адамзаттың қас жауы демекші. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тәрбие туралы болмақ. Мен сабағымның тақырыбын баланың бас ұстазы ата-ана деп алдым. Әрине сіз тақырыбын өзгертсеңіз болады. Мақсатым өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі ата-ананың рөлін көрсету, оқушылардың жеке тұлға болып қалыптасуына ата-ана беретін тәрбиесінің маңыздылығын көрсету, жағымды қарым-қатынас орнату, ата-аналарға өмірдегі жаңалықтар туралы мәлімет беру, ата-аналардың мектеппен тығыз байланысын орнату, ой бөлісу. Жақсы көңіл-күй жан шуағы демекші, ең алдымен ата-аналардың көңіл-күйлерін көтеру үшін атом және молекула әдісі арқылы ең біріншіден ата-аналарды билетіп, көңілдерін сергітіп аламын, және де екіншіден топқа бөлу мақсатында пайдаланамын. Атом және молекула әдісіне тоқталмаймын, себебі бұл әдісті көпшілікке белгілі, түсінікті деп ойлаймын, және сабақ жоспарында да ол анық жазылатын болады. Топқа бөлініп отырған ата-аналардың алдына ретін тап ой бөлісу әдісі арқылы мынадай 6 бөлікке бөлінген суреттерді беретін боламын. Ата-аналар бұл суреттерді рет-ретімен қойып, не себепті қойғандықтарын түсіндіріп, өз ойларымен бөлісетін болады. Тапсырманы орындап болғаннан кейін тақтаға дұрыс жауабын көрсетіп қоюға да болады. Бұл жерде ең бірінші өздеріңіз көріп отырғандай, бұл гүлдерді адам ретінде алып отыр, анасы немесе ата-анасы және баласы ретінде. Жаңбыр, яғни өмірдегі кедергі, қалай баланы өмірдегі кедергіден қорғаймын деп соңында жәнегі балаға көмектесу емес, керісінше кері әсері тигені көрініп тұр. Бұл туралы ата-аналар жәнегі алдыңғы тапсырмада өздері түсініп, осының барлығын айтулары қажет болады. Егер де ондай мүмкіндіктер болмай жатса, ата-аналар басқа жаққа кетіп жатқан болатын болса, сіз осы дұрыс жауапты пайдаланып, өзіңіз түсіндіріп айтсаңыз болады. Келесі тапсырма бейнеролик тайм деп аталады. Яғни ата-аналарға сіздер қысқа ғана 2 минуттық бейне жазба көрсететін боласыздар. Осы бейне жазбаны көріп болғаннан кейін ата-аналар топта ақылдаса отырып, көрген осы бейнероликке қандай ат қояр едіңіз деген сауал қойылады. Соған байланысты ойланып жауаптарын беретін болады. Бейнероликке тақырып қойылғаннан кейін әр топқа тапсырма беріледі. Бұл жерде мен топты 3-ке бөлгенмін, сондықтан 3 топқа тапсырма құрастырдым. Бірінші топ бейнероликтағы ананың іс-әрекетіне бағалау береді. Екінші топ бейнероликтегі баланың іс-әрекетіне бағалау беріледі. Үшінші топта ешқандай бейнероликтегі іс-әрекетке қатысы жоқ, бірақ сырттан бақылаушы ретінде, ғалым ретінде бақылап, соған тұжырымдама жасайтын болады. Әр тапсырма сабақ жоспарында анық жазылып көрсетілетін болады. Топтық тапсырма аяқталғаннан кейін ата-аналарды галереяға саяхатқа шақыратын боламын. Тақтаға немесе интербелсенді тақтаға мынандай түрдегі суреттерді көрсетіп қоюға болады. Бұл суреттердің әрқайсысын ата-ана көре отырып, өзі ойлана, ақылына түйе отырып, өзі түсінік қалыптастырады. Саяхат аяқталғаннан кейін ата-аналар келіп орындарына қайта жайғасатын болады. Сабақ соңын тазалық рефлексиясы арқылы аяқтайтын боламын. Бұл жерде әрбір ата-анаға 3 түрлі стикер ұсынылады. Әр стикерге ата-ана өзінің ойын жазатын болады. Біріншісіне мысалға тақырып бойынша алған керекті ақпараттарды жазып чемоданның жанына жабыстыратын болады. Екінші стикерге сабақтағы керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігіне салады. Яғни бүгінгі сабақта мен қай жерде қателік жібердім, менің басымнан осындай іс-әрекет өтті ме, яғни мен нені алып тастауым керек, соны жазып
оқыс жәшігіне тастайды және де бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек деген, әлде ізденуім керек, маған әлде де түсініксіз жақтары бар деген ақпарат болатын болса, оны жазып еттартқыштың жанына қоятын болады. Міне осылай сабақты кері байланыспен аяқтауыңызға болады. Бірақ бұл жерде ата-анаға сіз ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін айтып үйретпейсіз. Себебі ата-ана сабақ барысында топтық жұмыста, бейнероликте және галереяға саяхат жасау барысында өзі де бүгінгі тақырыпты анықтап түсінді деген ойдамын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.